Сіз достардан, туыстар мен таныстардан ерлерге қарағанда әйелдердің көп сөйлейтіні туралы стереотипті естіген шығарсыз. Бәлкім өзіңіз де осындай ойды қолдаған боларсыз. Бірақ бұл тұжырым қаншалықты рас? Мифтің шығу тегін бірге талдайық. Шындығында әйелдер ер адамдарға қарағанда сөзшең деген пікірді ғылыми деректер растамайды. Яғни бұл әйелдер көп сөйлейтіні туралы қалыптасқан сексистік мифке негізделген. Ал оны америкалық ғалым Луэн Прайзенден секілділер өндіреді және таратады. Луэн 2006 жылғы «Әйел миы» деп аталатын кітабында әйелдер күніне 20 000 сөз айтатыны, ал ерлер 7 000 сөз айтатыны туралы жазған. Бірақ кітаптың келесі нұсқаларында бұл ақпарат алынып тасталған. Алайда медиа әйелдердің шамадан тыс сөзшеңдігі туралы нарративті тарата берген. Ал Луэн кітабында дәлелсіз деректер келтірген үшін сынға ұшыраған. 1993 жылдың өзінде сөйлеуге қатысты гендераралық бақанды 56 зерттеу жүргізілген. Олардың 24-і ерлер әйелдерге қарағанда көп сөйлеген. 2 жұмысқана әйелдердің сөзшең екенін көрсеткен. 14 зерттеудің қорытындысы бойынша ер мен әйелдер жағдайға байланысты бірі көп, бірі аз сөйлеген. Ал қалған 16 зерттеу ер мен әйелдің сөйлеуінен айтарлықтай айырмашылық байқамаған. Яғни, нақты зерттеулер мен фактілерге қарамастан, қоғамда әйелдердің сөзшеңдігі туралы миф тарап жатыр. Ал медиа мұны одан әрі тереңірек сіңіруге атсалысып жүр. Бұл мифтің шығу тегі Луэннің 2006 жылғы кітабынан да ертерек болуы мүмкін. Бұл туралы материалымыздың толық нұсқасынан оқи аласыз. Сілтеме сипаттамада.